Қайырлы күн достар, сіздермен оңай медицина. Бүгінгі тақырыбымыз Уфа қаласындағы влогымыздың жалғасы. Бүгін өте қызықты әрі керемет күн болды. Соңына дейін қарауға кеңес беремін. Ендеше назарларыңыз экранда болсын. Әдеттегідей таңғы 7-де тұрып, таңғы ритуалымызды жасап, аялдамаға автобус күтіп тұрдық. Бүгінгі тақырыбымыз өте қызықты, керемет болды. Ағайымыз бөлімшеге апарып, аяғы ауыр әйелдердің жағдайын біліп келуге тапсырма берген болатын. Сонымен қатар бөлімшеде телефон ұстауға ұялғандықтан моменттерді көп түсірмедім. Сабақтан шыққаннан кейін осындай күшті сүп-сүйкімді итті көріп қалдық. Содан кейін автобусқа біздің теңгемен шамамен 225 теңге төлеп, жатақханаға қарай жол тарттық. Жолда дүкенге соғып, үйге қажетті, ең керекті азық-түліктерді сатып алдық. Бір сағаттан соң жатақханадан киініп шықтық. Жолда уже сауда орталықтарының алдында шыршаны құрып жатыр екен. Достар, бүгін біз Башқұртстан мемлекеттік медицина университетінің 90 жылдығына орай Қазақстаннан арнайы шақыртуымен келген студенттеріміз, яғни бүгін Башқұртстан мемлекеттік медицина университетінің 90 жылдығына орай бізді мұз айдынына осы жақта болатын мерекелік кешке шақырды. Бірге тамашалайық. Осындай өте үлкен ауқымда 8000 адам басын құрайтын аренада университеттің 90 жылдығы аталып өтті. Ал біз сол кештің қадірменді қонағы болдық. Сіздерге кештің кішкене үзіндісін көрсеткім келеді. Назарларыңыз экранда болсын. Кадров для системы здравоохранения. И по сути, в моем понимании, здесь, в этом зале, вузов страны и широко известен далеко за ее пределами.
Благодарю вас. Алға! Алға студенттер! 向贵校全体师生和广大校友。巴甫洛夫校长，信闻俄罗斯巴斯基尔国立医科大学建校90周年华诞，在此 continue to bring many positive Долгоруким сохранением и укреплением здоровья граждан. Университетте 57-ден аса ұлт өкілдері, 12 мың студенттің 4 мыңнан аса басқа ұлт өкілдері осы университет қабырғасында оқиды. Жанарс, бүгін қалай болды? Бүгінгі кеш өте қызықты болды. Қазір жаңа видеода көргендеріңіздей өздеріңіз өте күшті. Бұндай мероприятияны Уфа қаласында бұлай болады деп ойлаған жоқпыз. Біз ең бірінші группамен келер кезде тек қана жай ярмарка сияқты бірдеңе болады деп, яғни бір-екі қойылымдар қойып, сонымен қайтады деп ойлаймыз. Яғни бұл кезде үлкен министрлерге дейін, доцент профессорларға дейін көрдік. Жаңа видеода көргендеріңіздей барлық профессор, жаңағы ректорлар өздерінің барлық профессор лекторлар өздерінің тілектерін білдіріп университет құттықтады. Біздің Жанарс халваны өте қатты жақсы көреді. Bir günde bir gün o. Bir şey o. Bir şey емес, iki şey. Yok, bir şey. İki şey. Алайықшы? Біз негізі мусор төгуге шыққан адамбыз ғой, осылай. Нақты тұрыңыз. Енді лифт жасамай қалып, екінші этажда қалып қойдық. Мына жерде бір кнопкада жасамайды, мысалы бір деп бассаң қызыл жағына қойып, вообще дым жасамайды. Енді отырсымыз осы не лифт жасамайды, там еще арасы ашылып кеткен. Төменде манат күтіп тұр бізді. Еше деген 7-8 этажда тұратын адамдар деген жай өмініп отыр ғой. Сырыңды сығалап қоймайды ғой ана жерден. Ана жер ашты, бүйтіп қарайды. Менің бүйтіп қарай болған. Сол үшін күтіп отыр, минимум 40 минут дейді, максимум 1 сағат. Білмеймін. Құдай қаласа. 2 hours later. Ау! Бүгін біз үшін есте қаларлықтай ең елеулі күндердің бірі болды. Жоғары лауазымдағы президент министрлерді шын өмірде көріп, бір қуанып қалдық. Алған әсеріміз ерекше екенін алға тартқым келеді. Сіздермен бірге болған оңай медицина. Соңына дейін қарағандарыңызға рахмет.